Қадірлі ағайын, енді үшінші жұпты хабарлаймыз. Айтыстың арасында айтыстан үзінді айта отырайық. Мына бір уақыттарда сыр бойы айтысының көшін бастаған Серік Ыдырысов деген ағамыз бар. Сол Серік ағамыз 40-қа таяғанда сахнаға шықтым дейді. Оның өзіндік себебі болып дейді. Содан елдің ішінде ағыл-тегіл тойда жүреміз, ағыл-тегіл жырлап жүреміз. Сонда елдің ағалары осы Серік сенеге айтысқа шықпайсың деп мәдениет басқармасымен сол уақыттағы жаңағы бөліммен байланыстырып, ең алғаш Жамбыл облысына айтысқа жіберді дейді. Сонда Жамбылдан 40 шақты ақын бардық. Мен жасым 40-қа таяп қалған, өзімнің қатарым тұстастарымен шығам ғой деп тұр едім. 18-17 жасар Алтынкүл Қасымбекова деген қызбен жұптады дейді сол айтыста. Содан көңілім толмай сахнаға шығып өкпеледім айтыс ұйымдастырушыларға дейді. Содан өкпемді былай айттым дейді. Ал өкпеледің немегін неменеге, біздің өкпе бұл жерде елене ме? Алтынкүл айналайын, өзің айтшы, 18 бен 40 жас теңелеме деп айттым дейді. Сонда Алтынкүл айтып жатыр дейді. Осылай болып жатыр елесебі, мұны айтқан қазылардың елесегі, қасыңдағы ер жігіт епті болса 18 бен 40 жас теңеседі. Салпылдатып соңымнан ертейін бе, тыңқылдатып шекеңнен шертейін бе, 40-пын деп қайқайып отқаныңда 18-дің отымен өртейін бе деп айтты дейді. Алтынкүл ағылып, төгіліп тұрғанын көріп қуанып кетіп, әрі қарай жырладым дейді. Мұндайда көмейіңнен әңгеледі, Алтынкүл тоқтамастан дөңгеледі. Қасыма қайдан келдің, айналайын, тараздың жаңа піскен әңгелегі деп айттым дейді. Сапсары қыз екен. Сөйтсе әңгелек айтады дейді. Секеңді бекер емес бағалауым, қарындас шешеді ғой ағадауын. Әңгелектің қасына қайдан келдің, өңкейген Қызылордалық қарағауын деп айтады дейді. Сөйтіп Серік ағам айтады. Елдің ықыласы кішкентай қызға ауып бара жатқасын амал жоқ бетбақтықпен тоқтаттым дейді. Менің елім Сырдария жағасында, айтыстан соң ілесіп барасың ба, қарағауын әңгелек бір жатамыз, қол ұстас пәлектің арасында деп айттым дейді. Сонымен қазылар алқасы орыннан көтеріліп, екі ақынды да финалға өткізейік деп, екеумізді финалға өткізіп жіберді дейді. Сол Алтынкүл Қасымбекова 17-16 жасында елдің алдында осындай керемет айтыстармен елдің есінде назарында жаңғырған Алтынкүл апамыз кейіннен үлкен қазақ айтысының бір тұтқасы болды. 25-26 жасында тұрмысқа шықты, соған дейін айтыстың сахнасынан түспей айтысты. Сонда 25-26 жастарында бір айтыста 3 жігіт қатарынан 3 қарсылас шығып, осы сен тұрмыс құрмайтын шығарсың, осы отырғаның отырған шығар деп тиісе берген ғой. Сонда 3-ші жігітке айтқан Алтынкүл әпкеміздің бір жауабы бар. Біле білсең, менің де қызатым бар. Қолдан келсе үкілеп ұзатыңдар. Меккенің қағбасындай көңілімді, мектептің тақтасындай сызасыңдар деген екен. Сол Алтынкүл Қасымбекова бүгін Аралдың сахнасында, қадірлі ағайын. Қазақ айтысындағы ең үлкен айтулы есімдердің бірі. Бірнеше жыл осы елдің назарынан, махаббатынан шеттемей келе жатқан Алтынкүл Қасымбековаға құрмет қошемет Жамбыл облысының атынан арнайы келіп отыр. Алтынкүлмен бүгін топқа түсетін, сөз жарыстыратын аса талантты жас ақын Шымкент қаласынан түбі отырардан Мейіржан Жақыповты үлкен құрмет қошеметпен сахнаға шақырайық ағайын. Ал кәнекей. Көктемнің аман шығып айқаяқа, ай көкегінен сөйлейін сөздің шәрбат шекерінен. Айдынды аралға да қадам бастық, айрылмай ақындардың жетегінен. Ассалаумағалейкум ағайындар, Алла деп алдарыңа көтерілем. Алдыменен басыйып сәлемдестім, айтысты бастамастан төтенінен. Әулиелі Аралым аманбызың,
әңгіме айтпайтұғын бөтенінен сіздерге дұғай сәлем ала келдім киелі қарт Қаратау етегінен Ақирек пен Ақбайға ат байлаған Арыстан баптың жатқан мекенінен айқай-ақау ай-ай қолдаса сынға түскен сәтімді Алла шабытты шақырмауға хақым бар ма оншақты шайыр келді аламанға топқа түсіп бәйгеңді тақымдауға сіздер үшін жатыр ғой жанын салып ақын үшін халқынан жағын бар ма аралдықтар қиқулап қойыңыздар сілкініс жасаймыз деп шақырғанда жайбарақат жатқанда жаймашуақ жырдан дауыл тұрғызған ақындарға айқай-ақау ай-ай алдыңа дәулер келді-ау дөңгелене сол дәулер өнеріңе өң бере ме алтын гүлді шығардау мақтап мақтаудан құрғалайын мен денеге Нұрмат ағам мақтауды қатырады әйтпесе бекер босқа сенделеме 18 бен 40-ты салыстырып өлеңін осылайша өңгереме серіктің жағдайын мен де кештім аралдың айдынына мен де келе Уанүреке өзің айт осы жерде алтын гүл мен мейіржан тең келеме айқай-ақау ай-ай аралым бірі болып әйбат төрдің қазақылық дегенде қайнап бердің аядай болғаныңмен алталашқа талайын туып бердің қайраткердің мамырды айтыспенен бастаймыз деп ұлы жеңіс күнінде тойлап бердің аймаққа атшы беріп хатшы беріп шайырларға сағына сайлап бердің аралым күнді айтысқа шақырмас деп Шымқаладан өзімде айдап келдім алайда қарсыласым кім болар деп келгенше жігерімді қайрап келдім мысалы мұхтарлардың жолы болғыш тай сұраған адамға тайлақ бердің Бек Сұлтанның аузынан Нұрзат деген қазалылық кәмпитті шайнап бердің ал енді ер жеңіске жан саядай әлі ешкім жеп көрмеген қаймақ бердің апырмай мен дегенде нағып мұнша атымдай жомарттықтан таймақ болдың алдыңғы қарсыласы келмей қалған алтын гүлдей жайынды жайлап бердің ақындар бұдан нағып қашат десем апай төсі екен ғой әйбат төрдің аралдықтар мағанда қол соғыңдар сіздерді құламайтын байрақ көрдім басына басқалардың бермесін деп басымды тәуекелге байлап келдім айқай-ақау ай-ай мың жерден айтқанменен мысал әбден болама шайырларды тұсағанмен әйтеуір үлкені бар кішісі бар ашыпсың ақындарға құшақ әбден солардың арасында мына мені салыпсыңдар шамалы кісі адаммен алтын гүлдей ақ жеңгем аманбысың сізді көріп қиналдау ұшақ әбден алтын гүл деген дәуің осы ағайын бір өзі теңесетін үш адаммен біздер үшін осы ғой бұйырғаны тәуекел тақымыңды қысалармен сіздер үшін тарихи күн болып тұр үлкен арал жолықтау кіші аралмен айқай-ақау ай-ай
Сендері айтайын, күндей сөзімді арайғып, танып апты тиктоктан осындағы талай жұрт. Ортаңа бүгін келгенде шапсам екен қалай қып. Айтқан сөзіне қарасай, көтерем десем марай қып. Басыңды анау шалқайтып, екі бұтыңды талтайтып, кетейін бе ат басқан құрбақадай қып. Езіліп ақын жырласа, сезініп қалқым тыңдаса, қызмет қылудан халыққа қызыл тілім тынбаса, біз үшін келдің көрермен, үлкен құрмет қой бұлдаса, отырғандар қол ұрып, мәз майрам боп шындаса, тұрып көрген ағайын, аралдың жұрты мың жасау. Құдайдың өзі қолдаса, айтысым шықсын сәттірек, ұсынайын жырымды тәттіден де тәттірек. Армысың жұртым аяулы, отырған бізге сәттілеп. Ақындар келді аулыңа, баталы жолмен бақ тілеп. Сіздерден болса ықылас, біздерден болсын ақ тілек. Жеңістің 80 жылы деп тойлауыл әнін шырқады. Бөлісейікші мұны деп сіздерге қойдық ынтаны. Мейірімді Алла тоңдырмай, жақсылығымен қымтады. Менің Қазақстаным, тыныштықтың сұлтаны. Дрондар емес көгінде, қыранмен ұшқан сұңқары. Қан майданда қан кешкен ерлерді кім ұмытады? Мұны отырған бар халық, сол батырлардың ұнтағы. Атысқа кеткен атамның, айтысқа келген ұрпағы. Аралдың суы толса екен, аққулар қайта қонса екен. Жастарыңның санасы теңіздей терең болса екен, деп жырлаған ақындар жақсылыққа жаршы екен.
ойнақтың суын мөлдіреп, қуанып қос ел қалса екен. Жайындарың жардай боп, сазандарың нардай боп, ең кішкентай майшабақтың өзі мендей болса екен. Ал енді саған келейін, жақсылап түрге қарап ап, үлкен аралды еске сап, жүректі кеттің жаралап. Бәле болды осылар, салмағымды саралап. Домалақ анам ізімен, келемін мен де домалап. Сен тыңдағын мен айтам, қасиеттерді жобалап. Айдың да жүзі домалап, күннің де көзі домалап. Көктің де жүзі домалап, жердің де жүзі домалап. Қара баланы тойдырған, қазан ошақта домалап. Көз тимес үшін қойдырған, таза моншақта домалап. Иіріп әжем отырған, ұршағы да домалап. Ұрпағыңды таратқан, құрсағымда домалап. Сенің де жүзің домалақ, менің де жүзім домалақ. Домалақтың қадірін білмесеңдер обалақ. Үйіндегі ағамның ханым десең болмай ма? Тұнып тұрған тұла бой дарын десең болмай ма? Мен жайында дұрыстап мәлім десең болмай ма? Бүгінгі мынау айтыста бағым десең болмай ма? Балым десең болмай ма? Барым десең болмай ма? Елдің жүгін көтерген нарым десең болмай ма? Жарқырап отқан жанымда шамым десең болмай ма? Жайындай жеңгем дегенше жаным десең болмай ма? Жалаң аяқ жүретін қатты мұзда, жалғыз өзі сиятын автобусға, тойып алған адамдай ақ қымызға, ауженге жеке дара тарттыңыз ба? Ағаңның үйіндегі ханымда деп, шапқанда шаң жуытпай шаптыңыз ба? Жайын демей жаным деп қояды, бұл сөздерді ойланып айттыңыз ба? Тілің неткен аш еді түніменен, аралдың тұзын жалап жаттыңыз ба? Тіліңіз сезілгенмен тұздай болып, деміңіз ұрып тұрау мұздай болып, өзіңде домалақсың деп қояды, қайтесіз ішіңізден құздай кеміп. Бәрібір елдің көзі бар емес пе? Қайныңа не қыласың мұздай болып? Абырайын еткен бақыт десеңдерші,
қарсыластың қасында уыздай болып, өзіңнен дәуді көріп, өз-өзіңді сезініп отырғанда қыздай болып айғай ағау. Ай, ай. Ақжеңген бастағанда соғыс жайлы қайнысы ол кісіден қалыспайды. Әзілі айтыс құруға келген жандар демеңдер тақырыптан алыстайды. Жыр төгіп отырғанда домбырадан тақырыптан ұзамас енді балаң. Ұлы жеңіс күніне 80 жыл боп қалды деп ойлағанда қалдым алаң. Жеңіс күнін тойлаймыз дүркіретіп, музыканы шығарып даңғыраған. Бұл күн жеңіс күн тойлайтын күн емес қой. Басыңнан өтпеп педі қанды заман. Бұл күнде аналардың көз жасы бар. Соғыстан келмеді деп сорлы балам. Бұл күнде жетім менен жесірлердің ащы жасы бар еді зар жылаған. Бұл жеңіс батырларды еске алар күн, басымызды көтерген салбыраған. Бұл жеңіс мақтан етер қадірлі күн. Қарулардың үн өшкен бомбылаған. Бұл жеңіс 80-дегі қариядай қадірлеуге тиісті әрбір адам айғай ағау. Ай, ай. Буырқанып жүретін батыр құсап, қиылуды білмейтін қатын құсап. Арыз айтып не болды ақ жеңгем ау, басыңа туылғандай ақырғы сәт. Одан да қалжыңдасып отырайық, қайны менен жеңгесі жақын құсап. Ақ жеңгем осы менің алтын гүлдей, мен сөйлесем анамдай тақым қысат. Ал енді айғайына басқан кезде атылып кететіндей атым құсап. Шашылықты шайнайды шампурумен, балықты қылтығымен опырғышап. Басыма туған ақын осы болды, өзіме көрінгенмен жақын құсап. Зілдей боп бұл аралға қайдан келдің, кемеден тастай салған якір құсап айғай ағау. Өзімше биік тауыңнан жасқанып сірә көргім жоқ, айтыста сендей жауымнан. Не айтып кеттің бұлжырап, жоғың жақсы барыңнан. Якыр құсап дейді ғой, тенеуің бұма табылған. Лақтырсаң якірдей, құр өзім ғана кетпеймін. Іліп аларым беліңнен, ұстап алам бауыңнан. Жеңгемен қайын жараса, тыңдайтын құлақ көп шығар. Қазаққа ортақ жан едім, ашынға біткен ақшынар. Бізден соңда айтысар,
ақындарымыз көп шығар. Ерегеспе менімен, ортамыздан от шығар. Мен елімнің еркесі, халқымның өзі топшылар. Ұлы жүзден таралғам, орта жүздер нағашым. Кіші жүзге келінмін, менде де арман жоқ шығар. Тасқа шапқан тұлпардай көсілейінші деп келдім. Түйінін тапқан шешендей шешілейінші деп келдім. Алтын сапты ескектей есілейінші деп келдім. Қайын жұртыңның мерейін өсірейінші деп келдім. Алмаймын мен саған қанжар алған қасымең, сыйлап жүрген қызбың ғой азаматты басымен. Санасады алтын күл өзінің үлкен жасымен. Ақыл тыңдап данамен, таласа бермей баламен. Қоштасайық қарағым, тоқтау салып осымен. Ақ жеңге сіздей ақын елден шығар, көздемей атуға да мерген шығар. Кіші жүзге келмін деп қояды, қайын жұртың осынау төрден шығар. Әзілдесіп айтып ем, шаңқ етті ғой. Жайын деп ем, әуелде көлден шығар. Ал ендеше татуласып тарасайық, ақынының әзілге мерген шығар. Барлық ақын баласы бір ананың, сол анам алтын гүлдей жеңгем шығар. Айқай-ақау, ай-ай. Сөз күтсең ақындардың семізінен, жылы самал еседау лебізінен. Ақтарсам арғы бергі тарихыңды, демеймін жақсылардан қол үзбең. Батыр десең Жанқожа батырың бар, ерім деп еретұғын елізінен. Жарау десең Бұдабай жырауың бар, өсиетін ақтарған қобызымен. Ақын десең Бекұзақ ақын өткен, өлеңді төгіп түйдек тоғызымен. Атыңнан айналайын қартаралым, өсіп өнген тектілік өрізімен. Алыстап кеткенімен теңізінен, айнымаған адамдық негізінен. Айқай-ақау, ай-ай. Ерлігі аңыз болып елге ашылған, өрлігі тарих болған 10 ғасырдан. Аралым қошаман бол осыменен, келген кеткен қонаққа кеңге ашылған. Ақындарға қағылез қауырсындай, басқаға мінез ауыр қорғасынан. Алтата әлімдерім жасай берсін, маңдайына батырлық мөр басылған. Сахнадағы серігім бола білген, айналдым алтын күлдей жолдасымнан. Айтыстың жарқ жұрқ өткен жұлдыз едің, шолпан жұлдыз секілді таңдашылған. Алталашқа еркелеп аман жүрші, абыройың биіктеп алғасырған. Сырдың суы келместен сирағыңнан, қамбаштың суы келмей жамбасыңнан. Айқай-ақау, ай-ай.
келдің тіледім қоштасар сәтте өздеріңменен аралым сыр деген едің жүрегімменен аналық болсын тілегім толғасын ақын толғасын ұяны бұзған оңбасын бірліктің үні тірліктің гүлі солмасын әкелер құлап балалар жылап аналар жесір қалмасын қайта келмесін қыраттың гүлін терейі автомат бомба жарылғыш мина дегенді тамұққа көміп тарихқа беріп музейден ғана көрейік қошаман жұртым қошаман болсыншы туыс дос аман аралың толып маралың өріп жеріңде ырысқа толсын бірлікпен қонсын ел ғашық болсын босаған Бәрекелді. Алтынкүл Қасымбекова, Мейіржан Жақыповтың айтысы осылай өрілді ағайын. Құрмет, қошемет қылайық. Тамаша көркем деңгейде айтыс жасап берген екі ақынға құрмет, қошемет қыламыз. Алтынкүл апай келіңіз. Гүліміз қайда кетті? Ал бәрекелді. Алтынкүл Қасымбековаға құрмет, қошемет ағайын.